Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үйде ет болмай қалған жағдайда осындай қып-қызыл етіп макарон қуыратын боламыз. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар. Ол үшін бізге майда вермишель және де көкөністер қажет. Енді алдын ала бірінші сұйық майымызды қазанымызға құйып, көкөністен бұрын бірінші вермишелімізді қызартып тұрып, бөлек қуырып аламыз. Мінекей алдын ала осылай қып-қызыл етіп макаронымызды, вермишелімізді қуырып аламыз. Және де екінші рет сұйық майымызды құйып, барлық көкөністерді 10 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз, пияз, картошкаларымызды осы видеодағыдай қып-қызыл етіп қуырып алып, дәміне қарай үстінен тұзымызды салып, және де өздеріңіздің макарондарыңыздың мөлшеріне қарай су құямыз. Мен бұл жерде 500-600 граммдай су құйдым. Осылай суымызды, көкөністерімізді 5 минуттай қайнатып аламыз. Және де алдын ала қуырып қойған макаронымызды салып, суы аздау болса, 1 стакандай суымызды құйып, 15-20 минутқа қақпағын жауып қоямыз. Мінекей біздің вермишеліміз дайын болды. Ешқандай арасы жабысқан жоқ, шашырап, дәмі әдемі болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Түскі асқа немесе кешкі асқа балдарыңыз үнемі пісіргендеріңізді қалайтын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналым ұнап жатса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, және де пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Менің каналыма тағы да қандай видеолардың рецепттері шыққандарын қалайсыздар.